Сәлеметсіздер ме, құрметті түрік тілін үйренушілер? Бүгінгі видеода дауыссыз дыбыстар және осы дауыссыз дыбыстарға қатысты ережелер туралы айтамыз. Түрік тілінің әліпбиі, түрік тілінде 29 әріп барын айттық алдыңғы видеода. Сол 29 әріптің, яғни 29 дыбыстың 8-і дауысты, 21-і дауыссыз болатын. Дауыссыз дыбыстарымыз Б, Ч, Ч, Д, Ф, Г, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Міне осы 21 дауыссыз дыбысымыз. Жалпы түрік тілінде дауыссыз дыбыстар өз ішінде бірнеше топқа бөлінеді, жіктеледі түрлі болып. Бірақ бізге грамматика тұрғысынан түрік тілін үйренушілер үшін маңыздысы сәрт үнсізлер ве yumuşak үнсізлер. Яғни қатаң дауыссыздар мен ұяң дауыссыздар. Біз осы екі топтағы дыбыстарды білсек, онда жалғауларды жалғаған кезде қателеспейтін боламыз, жаңылыспайтын боламыз. Сәрт үнсізлер, қатаң дауыссыздар Ч, Ф, Х, К, П, С, Ш, Т. Бұл дыбыстарды оңай жаттау үшін мына төмендегі фыстыкчы шахап деген сөзді жаттап алсаңыздар болады. Фыстыкчы шахап. Фыстыкчы шахап дегеніміз не? Фыстык деген, білесіздер, түрік тілінде фисташка. Фыстыкчы соны өсіретін немесе сататын адам. Ал шахап дегеніміз адамның есімі. Фыстыкчы шахап. Фыстыкчы шахап. Осыны жаттап алыңыздар. Фыстыкчы шахаптан басқа, яғни осы сөздегі дауыссыз дыбыстардан басқа дауыссыз дыбыстардың барлығы yumuşak үнсізлер, яғни ұяң дауыссыздар. Олар міне мына жерде көрсетілген ұяң дауыссыздарымыз. Әрі қарай жалғастырамыз. Yumuşama. Дауыссыз дыбысқа қатысты ережелердің бірі бұл yumuşama. Yumuşama, яғни жұмсару дегенді білдіреді, тікелей аударатын болсақ. Бұл дегеніміз қатаң дауыссыздардың ұяңдануы. Türkçedeki kelime sonundaki P, Ç, T, K ünsüzleri kelime ünlü bir ek aldığında B, C, D, yumuşak G, G ünsüzlerine dönüşmektedir. Bu duruma ünsüz yumuşaması denmektedir. Türkçede istisna kelimeler dışında bu kurala uyulur. Bu ne деген söz? Яғни түрік тіліндегі P, Ç, T, K деген дауыссыз дыбыстармен аяқталатын сөздерге дауысты дыбыспен басталатын жалғау жалғанғанда осы төрт дыбыс, төрт әрібіміз B, C, D, yumuşak G немесе G болып өзгереді екен. Міне осыны біз үнсіз yumuşaması деп айтамыз. Яғни сөздің соңындағы төрт дыбыс, төрт қатаң дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыспен басталатын жалғау жалғанғанда B, C, D, yumuşak G немесе G болып өзгереді. Мына мысалдарда көріп тұрғандарыңыздай, біздің сөзіміздің түбірі китап, P әрпімен бітіп тұр, бірақ дауысты дыбыспен басталатын немесе дауысты жалғау жалғанғанда kitabı, ağaç, ağacı, vücut, vücudu, gömlek, gömleği, dolap, dolabı, borç, borcu, kilit, kilidi, renk, rengi. Міне көріп тұрғандарыңыздай, осы төрт әрпіміз, төрт дыбысымыз өзінен кейін дауысты дыбыспен басталатын жалғау жалғанғанда өзгерді. B, C, D, G немесе yumuşak G болып өзгерді. Бұл жерде ереже К дыбысы, К әрпі бізде yumuşak G немесе G болып өзгереді. Бұл қай кезде yumuşak G, қай кезде G болады? Тек қана мынау renk, ahenk, kepenk, çelenk, denk деген сөздерден кейін дауысты дыбыспен басталатын жалғау жалғанса, К, G-ға айналады. Renk, rengi, ahenk, ahengi, kepenk, kepengi, çelenk, çelengi, denk, dengi. Diğer kelimelerde
Яғни бұлардан басқа сөздерде к дыбысы, к әрпі yumuşak g болып өзгереді. Мына 5 сөзді жаттап алыңыздар. Және ескерту, көптеген ережелердегі секілді бұл жерде де ережеге бағынбайтын сөздер бар. Яғни үнсіз yumuşaması орын алмайтын, дауыссыз дыбысымыз өзгермейтін сөздер бар. Олар қандай сөздер? Біріншіден, жалқы есімдер. Жалқы есімдерге қандай жалғау жалғанса да, ол жалғаулар апостроф арқылы жалғанады да, ешқандай сөз, ешқандай дыбыс өзгермейді. Екіншіден, бір буынды сөздер, мына мысалдарда көріп тұрғандарыңыздай, және кірме сөздер. Яғни кейбір кірме сөздерде бұл өзгеріс болмайды. Мына сөздерді қарап шығыңыздар. Әрине бұл тек қана бұл сөздермен ғана шектелмейді. Бұдан басқа да сөздер бар. Бірақ мына жерде әр дыбысқа, әр әріпке байланысты бірнеше мысал келтірілген. Соларды қарап оқып шықсаңыздар болады. Мысалы, сач, оған жалғау жалғаған кезде сачы демейміз. Сачы, оның сачы сиях. İp, ipi verir misin? İbi demeyimiz, ipi. Küp, top, topa vurdu. Suça karıştı. İçeri gir. Tek, tok, yok, ok, aşk, ırk. Бұлар да сондай өзгермейді. Парка gidelim mi? Және т мен бітетін, мына көріп тұрған сөздеріңізде де жалғау дауысты дыбыспен басталатын жалғау жалғанғанда т, д болып өзгермейді. Келесі ережеміз дауыссыз дыбыстарға қатысты, бұл үнсіз бәнзешмесі. Benzemek деген söz бар түрік тілінде, білесіздер, бұл ұқсау дегенді білдіреді. Sen annene çok benziyorsun. Sen kardeşine çok benziyorsun. Bu ikisi birbirine hiç benzemiyor. Yani sen ұқсайсың, ұқсамайсың. Жалпы ұқсау деген мағынаны білдіреді. Бұл жерге не қатысы бар? Үнсіз бәнзешмесі. Yani бұл дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ұқсауы. Жаңағы жерде бізде үнсіз yumuşamasында қатаң дауыссыз ұяң болған болса, енді бұл жерде ұяң дауыссыздарымыз қатаңданады. Қалай? Türkçe'de F, S, T, K, Ç, Ş, H, P sesleriyle biten kelimelerden sonra C ve D sesleriyle başlayan bir ek geldiğinde bu ekler Ç ve T seslerine döner. Яғни жаңағы біздің фыстықчы шахап деген қатаң дауыссыздарымыздан кейін J және D мен басталатын жалғау жалғанған кезде C, Ç'ге, D, T'ге айналады. Мысалы, түркшеде жа, же, да, де, дан, ден деген жалғаулар бар ғой. Осы жалғаулар фыстықчы шахаппен бітетін сөздерге жалғанғанда, олар ча, че, та, те, тан, тен болып қатаңданады. Яғни бұл екі дыбысымыз біреуі че, біреуі те болып өзгереді. Төмендегі мысалдарға қарасаңыздар болады. Engellilerin tekerlekli sandalye ile rahatça dolaşabilecekleri ortamlar yapılmalı. Rahatça. Бұл жерде ja деген жалғауымыздың c'sı ç болып тұр. Her hayvan hayatta kalmak için farklı yollarla avlanır. Hayatta. Yani da деген жалғауымыз ta болып өзгерді. Kemirgen grubundaki hayvanlardan biri de sincaptır. Dırдағы dı, tı болып өзгерді. Sincap, tır. Önlenemeyen hatalar dizisi daha çok stresten kaynaklanmaktadır. Stresten. Kitap, savaşçı, mert bir adamın hüzün dolu öyküsünü anlatıyordu. Бұл жерде де ж, жи, жу, жу деген жалғауымыз бар. Сол ж, шыдан кейін келгендіктен, шыдан кейін жалғанғандықтан, ч болып өзгерді. Яғни қатаң дауыссыздан кейін бұл жалғауда қатаң болып өзгерді. Міне дауыссыз дыбыстарға қатысты осындай екі ережеміз бар. Біреуі үнсіз yumuşaması, екіншісі үнсіз benzeşmesi. Біреуінде қатаң дыбыстарымыз ұяң болып өзгереді, ал екіншісінде ұяң дыбыстарымыз қатаң болып өзгереді. Біріншісінде түбірдегі соңғы дыбысымыз, соңғы әрпіміз өзгеретін болса,
екіншісінде жалғауымыз өзгереді. Міне осы ережені естеріңізде сақтаңыздар. Егер мұны жақсылап үйреніп алсаңыздар, түрік тілінде жалғау жалғаған кезде қателік жібермейтін боласыздар. Видеомыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.